Ел спортының дамуына сүбелі үлес қосқан жаттықтырушылар марапатталды. Бүгін Мәдениет және спорт министрлігінде сала өкілдерінің кәсіби мерекесіне арналған салтанатты жиын өтті. Спорт саласы өкілдерінің төл мерекесінде атыраулық Асқар Бәкеновке құрметті спорт қызметкері төсбелгісі тағылды. Ол 40 жылдан бері дзюдо күресі шеберлерін жаттықтырып келеді. Әлем және Азия біріншіліктерінде топ жарған бірнеше шәкірт тәрбиеледі. Жиын барысында бұқаралық спортты дамыту жолында еселі еңбек еткен ұзын саны 27 қызметкер осында төсбелгіге ие болды. Ризамын, еңбегім ақталды. Қазақстан спортына арқасында тілейтінім жеңіс тілеймін. Осы жақын арада әлем чемпионаты болады дзюдо күресінен. Сонда біздің Қазақстан дзюдоистілері, дзюдошылары үлкен жетістікке жетсін деп тілеймін. Әрине бәрімізге алдыға қойған мақсат өте маңызды. Ол біздің еліміздің мақтанышы, еліміздің келешегі. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Спорттың дамуының семеуі тек қана сіздермен бізге емес, бүкіл елімізге өте маңызды екені. Ең басы әрине біз Қазақстан алдыға келе жатқан мемлекет, біз Қазақстанның салтанатты шері бүкіл Қазақстанда таңғалдырып жатыр. Жалпы ел спортында жарқын жетістіктер жетерлік. Байрақты бәсекелерде сынға түскен отандық оғландар олжасыз оралған емес. Оның үстінде бұқаралық спортпен шұғылданушылар қатары 4 миллион 300 мыңға жеткен. Бүгінде елімізде кәсіби 125 спорт клубы, 92 500 секция жұмыс істейді.